аңшылықты кәсіп қылған екі ағайынды жігіт әлдебір себеппен елден кетіп, бір таудың шатқалын мекендейді. Күндердің бірінде екеуі екі қырқада аң аулап жүргенде ағасы бір құлан атып алады. Атып алған құланның етін қапқа салып, терісін күнге дегдітіп отырғанда, аспанды аяқ астынан бұлт торлап, қалың нөсер бұршақ құйып кетеді. Аңшы құлан терісін тастың бір қуысына күркелеп, соны паналауға мәжбүр болады. Міне осы бір шақта бір қырқаға шыға келген інісінің көз ұшында құлан көсіліп жатқандай болады. Ойланбастан садақ тартқан інісі құланды бауыздап ала қояйын деп келсе, өліп жатқан өзінің ағасы болып шығады. Ағасын келмеске жөнелткен бейбақ ауыр қайғыға душар болып, еңіреп жүріп ағасын арқалап қосына қайтады. Бірден қосқа келуге бармай, сүйекті жақын бір жерге жайғастырып, ағасының қосына келеді. Алдынан шыққан жеңгесі қайнысын қаннен қаперсіз қарсы алады. Кешіктіңдер ғой, ағаң қайда? деген сұраққа қайнысы айтарға жауап таппай, жоқ сылтау айтып қосына кіреді. Сол кезде керегеде тұрған қоңыр домбыраны қолына түсіп, бір мұңды күй шертеді. Сезімтал жеңгесі, ойпырмай, мына күйің бұрын соңды естімеген зар ғой. Сен не сұмдықты бастап отырсың? Осы ағаңнан айырылып қалып отырғаннан саумысың? депті. Сонда аңшының қолынан домбыра түсіп кеткен екен деп аңыз қылады.